Так, тесцентрдің платный нұсқасын бірге талдап көрейік. Бірінші есепте былай дейді. Ермектің бақшасында алма және өрік ағаштары бар. Ол осы жылы 320 кг алма, 250 кг өрік жинады дейді. Алма мен өріктің нарықтағы 1 килограммдық бағасы сәйкесінше 500 теңге және 600 теңге. Ермектің жалпы табысын табыңыз дейді. Так, значит, бізде 320 кг алма көбейтілген, 1 килограммы 500 теңге болса, 320 килограммның бағасын табу үшін 320 мен 500-ді бір-біріне көбейтеміз. Сонда бізде 160 мың деген сан шығады. Келесі 250 килограмм, оның 1 килограммы 600 теңге болса, 250 килограммның бағасын табу үшін 250 мен 600-ді бір-біріне көбейтеміз. Сонда 150 мың болады. Енді екеуін бірге қосамыз бір-біріне. Сонда бізде 310 мың деген жауап шығады екен. Ол бізде В вариантында тұр. Келесі, мектеп салуға арналған алаңды 3 бульдозер 5 сағатта тазалайды. Еңбек өнімділігі бірдей, осындай 5 бульдозер осы алаңды қанша уақытта тазалайды дейді. Так, мынаған менде бір күшті лайфхак бар. Өйткені логично ойланыңдар. 3 бульдозер 5 сағатта тазаласа, значит 5 бульдозер олардан жылдамырақ жұмыс істеу керек қой. Бұны пропорциямен шығарамыз. Бірақ керісінше 3 бульдозерді 5 сағатта деп аламыз да, сонда 5 бульдозер қанша сағатта деп пропорция құрамды, сосын алып мынау 5 пен x-ің орындарына ауыстырып жүрем. Мен солай жаттаған просто. Енді x табамыз осы жерден. X-тен қарама-қарсы тұрған 3 пен 5-ті көбейтіп, мынау x-ке көбейтілмек болған 5-ке бөлеміз бұларды. Сонда 3 сағат деген мынау В вариантындағы жауап шығады екен. Келесі, енді бізде үшінші есеп. Қыркүйек айының алғашқы 8 тәулігінде ауаның орташа температурасы 15 градус, 19, 21 деп осындай градустар берілген. Енді осы тәуліктегі ауаның орташа температурасының медианасы дейді. Медиана дегеніміз алдымен бұл цифрлардың барлығын, сандардың барлығын өсу ретімен жазуым керек. Ең кішісі 15, 15-тен кейін 18 екі рет кездескен, 18 жазым. Жазғандарым асын сызып тастап отырайын, қазір шатас кетпеу үшін. Сосын 19, сосын 21, одан кейін 22, тағы бір 22, и в конце соңында 25 екен. Енді дәл ортасындағы сан табуымыз керек. Үшеуін сызып тастайын, мына жақтан үшеуін сызып тастайын, ортада 2 сан қалды. Бұл екеуінің ортасын табу үшін біз 19 бен 21-ді қосып 2-ке бөлеміз. Сонда бізде 20 деген В жауабындағы мән шығады екен. Келесі, төртінші есебенді бір ойын сүйегін 2 рет лақтырғанда түскен ұпайлардың қосындысы 7 шығу ықтималдығын табыңыз дейді. Так, бізде мынандай бір ойын сүйегін 2 рет лақтырған. Мынау бірінші лақтыруымыз, бізде мына жақта екінші лақтыруымыз, Енді П тең дейміз да, ықтималдылық тең. Бізде бөліміне 2 рет лақтырып тұр ғой. 1 рет лақтырғанда оның мүмкіндіктер саны 6, 6 жағы бар ғой. Екінші рет лақтырғанда тағы да 6 болады. Сосын мына нәрсені ескеріңдер. Бірінші лақтырды немесе екінші лақтырды деп тұрған жоқ. Ондай десе 6 мен 6-ны қосатын едік. Бірінші лақтырды және екінші лақтырды ғой. Ондай кезде 6 мен 6-ны бір-біріне көбейтеміз. Ал енді алымына қандай жағдайда қосындысы 7 шығады, соларды санап шығымыз керек. Бізде біріншісінен 1 шыққанда, екіншісінен 6 шыққанда қосындысы 7 болады. Одан кейін біріншісінен 2, екіншісінен 5 шыққанда, сосын 3 шыққанда, 4 шыққанда, мына жақтан 4 шыққанда, мына жақтан 3, 5, 2 және 6 мен 1 шыққанда. Жалпы неше амал болды? 1, 2, 3, 4, 6 амал болды, Енді 6 мен 6-ны қысқартып жібереміз. Сонда бізде 6-дан 1 деген А жауабындағы мән шығады екен. Келесі, 5-ші есепті шығарып көрейік. Былай дейді. Ауданы 36 метр квадрат тіктөртбұрыштың ені 4 метр. Қандай да бір шаршының қабырғасы осы тіктөртбұрыштың ұзындығына тең дейді. Шаршының ауданы табыңыз дейді. Бірінші, бізде тіктөртбұрыштың ауданы дегеніміз сол ұзындығы мен енінің көбейтіндісі, Ұзындығының мәні белгісіз, енінің мәні 4, бұл екеуінің көбейтіндісі 36-ға тең дейді. Ауданның мәніне. Сонда А тең 36-ны 4-ке бөліп жүрсек 9 болады. Енді шаршының ауданы осының қабырғасына тең. Шаршының қабырғасы осының ұзындығына тең. Яғни S тең деп енді шаршының ауданы табамыз. Шаршының ауданы формуласы просто А квадратпен шығады. Яғни 9-дің квадраты 81 метр квадрат деген Д жауабындағы мән болады екен. Келесі енді 6-шы есепті шығарып көреміз ал. Бізге диаграмма есептері берілген. Так, ұбт-да егер сендерге диаграмма келді десе, диаграмма, кесте есептері самый простой есептер. Вообще есептеудің керек жоқ есептерде негізі. Так, бұл бізде 6-шы есептедік,
шатаспасам. Диас тәуліктегі менің бүгінгі күнім бойынша ақпаратты беретін бағанды диаграмманы салды дейді. Енді диаграмма бойынша Диас бір тәуліктің неше пайызын мектептегі оқуға жұмсайтынын анықтаңыз дейді. Так, бір тәулікте менде жалпы 24 сағат бар, иә? Сол 24 сағаттың мектептегі оқуға деген 6 сағатын бізде неге жұмсайды екен? Мектептегі оқуға жұмсайды. Яғни 24-тің қанша пайызы осы 6 сағатты береді деп сұрақ қоямыз. 24-ті x пайызға көбейтеміз және бөлімін 100 пайызға. Сонда тең болу керек менде 6-ға. Енді осы жерден x есептеймін. X тең, мынау 6 тұрады да, мынау 100 оның жанына көбейту болып барады. Ал 24 наоборот бөлу болып барады. Енді 6 мен 24-ті қысқартамыз, мына жақта 4 қалады. 100-ді 4-ге бөліп жіберсек, бізде 25% деген мынау В жауабындағы мән шығады екен. Келесі 7-ші есеп. Енді бізде футбол ойынында 8 команда қатысып бір-бірімен бір ойыннан өткізді дейді. Барлығы неше ойын болғанын анықтаңыз дейді. Бір ойыннан ғана десе, біз былай жасаймыз. 8-ді көбейтеміз, 8-ден 1-ді азайтамыз, 7 және оларды 2-ге бөлеміз. Сонда бізде қысқартамыз, 4 қалады, 4-ке 7-ні көтерсек, жалпы 28 ойын өткізеді екен. С жауабы. Бұл бізде амандасу есептері деген формуламен шығарсақ болады. Негізгі формула ол мынандай. S тең n көбейтілген n-1 бөлінген 2 деген. Бір ойыннан десе осылай жасаймыз, ал 2 ойыннан десе мына бөлу 2-ні жазбай қойсақ болады. Келесі. Так, 8-ші есеп бізде. Мариям тақтаға мынандай заңдылығымен 20 сан жазып шықты дейді. Енді осы сандардың қосындысын табыңыз дейді. Заңдылық қандай? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Осылай кете берген. Нешесіге келді мына жерде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ға келді, е? Енді тағы да 10 сан жазуымыз керек. Бірінші 1, 2, 3, 4, 5. Енді 1, 2, 3, 4, 5. 6 болу керек, бірақ бізде осы 20 санмен бітір деген. Енді мыналардың барлығын бір-біріне қосам. Так, 1-ге 1-ді қосам, 2, 2-ге 2-ні қосам, 4, 4-ге 1, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20. Так, 20-ға 21, 23, 26, 30, 35, 35-ке 6-ны қоссақ, 41, 41-ге 9 қоссам, 50 деген сан шығады. Сонда А жауабын белгілей салады екенбіз. Келесі. Енді бізде 9-ші есеп. Так, мынандай типтегі есеп всегда бізде жыл сайын нағыз УПД-да келеді. Сол үшін дұрыстап қарап алыңдар. Так, 9-ші есеп. Алсер дүкенінде қазан айында iPhone 16 смартфонының бағасы 625 мың теңге болды дейді. Желтоқсан айында 15%-ға арзандады, ақпан айында 10%-ға қымбаттады дейді. Қазан айымен салыстырғанда ақпан айында смартфонның бағасы қаншаға өзгерді дейді. Бірінші 625 мыңды аламызды 15%-ға арзандатамыз. Так, сонда 15%-ға арзандату деген сөз бірінші 625 мыңның 15%-ын тауып, одан 625 мыңды азайтсақ болады. Немесе 100%-дан 15%-ды азайтсақ, 85%-ды қалады ғой бағаның. Сол 85%-ын таба салам. Сонда 625 мың 1, 2, 3, 0-мен и оны көбейтеміз 85%-ға және бөлеміз 100%-ға. Осын шығарай қал енді. Сонда тең 0-дері қысқарсын. Енді калькулятор қолдана салайын жерде. ұбт-ларында да калькулятор болады. 6250, оны 85-ге көбейтсек 531.250 болды. Енді 10%-ға қымбаттады дейді ақпан айында. Яғни мынаның 10%-ы 1-0-ін алып тастай салам, 53.125 болады. Осы 531.250-ге енді қосамын осының 10%-ын, яғни 53.125-ті. Сонда бізде қазір қосып көрейін. 584.375 деген сан шығады екен. Яғни бізде жоқ, бізде сұрақ басқа ғой вообще. Қазан айымен салыстырғанда ақпан айында смартфонның бағасы қаншаға өзгерді дейді. Значит, бізде мынау 625 мыңнан осы 584.375-ті азайтуымыз керек деген сөз. Ал азайтайын, сразу азайта салайын, азайту 625 мың деймін. Ладно, сендерге понятно бол үшін жазайық. 625 мыңнан қазан айындағы бағадан азайтамыз, кейінгі ақпан айындағы бағаны 584.375-ті. Сонда бізде 40.625 деген сан шығады. Ол мынау тұрған Д жауабында тұр екен. Жауабы Д болады. Келесі енді соңғы сұрағымыз
10 есепке кеттік. Подвохы бар есеп, потому что мен ойладым біріншіде. Мынада точно бірдеңе қылып есептейміз, бірнеше есеп қолданамыз деген сияқты. Но қараңдар, былай деп тұр. Қорап табанның ауданын табыңыз дейді. Табанының деп тұр еще. Табаны деген ең асты, иә. Мынау қараңдар да, асты мына жері 16 болса, мына жерде 16 деген сөз демек, мына жақ қабырғасы да 16 болады. Яғни мына жақ қабырғасы. Бізде қораптың табаны тіктөртбұрыш қой. Ал тіктөртбұрыштың ауданы ұзындығы мен енінің көбейтіндісі болады. Мына 16 деген ол ені болып тұр. Ал ұзындығы дегеніміз мына жағы, мына жері 25 болса, мына жақ қабырғада 25 болады. Демек, мына жағы да 25 болады деген сөз. Яғни ұзындығы 25-ке тең, ал ені 16-ға тең. 25 пен 16-ны бір-біріне көбейте саламыз. Сонда 400 сантиметр квадрат шығады. Сонда біздің бұл қораптың ауданы табанның 400 сантиметр квадрат деген д жауабындағы мән шығады екен. Ал енді жалпы математикалық курсы бойынша, куратор мен курс бойынша жалпы толық ақпарат алу үшін және жазылу үшін мына номердің WhatsApp-ына жазсаңыздар болады. 775 695 және 1810 деген. Осымен бүгінгі нұсқа талдауымыз бітті. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.